Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында тефтили пюремен жасайтын боламын. Ұнаса лайк басып, қолдап кетіңіз. Ең бірінші бізге 10 картопты мұздай суға жуып алып, оны отқа қойып қайната тұрамыз. Ол қайнағанша мен фарштан тефтиль жасайтын боламын. Ол үшін керек ингредиенттер: қойдың фаршы, бір жұмыртқа, күріш, бұрыш, тұз және де соңында фаршымызды ұнға ұнатып алатын боламыз. Сорпасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек бір сәбіз, бір пияз және де томатная паста керек болады. Ең бірінші қазанымызға аз ғана сұйық майымызды құйып, оның үстіне майдалап туралған пиязымызды қуырып, сосын үстіне күштен өткен сәбізімізді салып, оны да қызартып қуырып алып, кейін томатная пастамызды салып, соңында суды құйып қайнатып аламыз. Осылай тефтильдерді еткіземіз. Бір-бірлеп дайындап алған тефтильдерімізді ұнға ұнатып, қайнап тұрған сорпаның бетіне салып аламыз. Қайнаған сорпаның бетіне дайын болған тефтильдерімізді салып, дәміне қарай тұз, бульон салып қайнататын боламыз. Бір салғаннан тефтильдер жабыспай, әдемі боп осылай пісетін болады. Жақсы піскен картоптарымызды ыстықтай сыртын ашып, біртіндеп осылай езіп шығатын боламыз. Дайын езілген картопқа жарты литр сүт пен тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай керемет дәмді болып шығатын тефтильдерді үйлеріңізде жасап көріңіздер. Лайк басып, тіркеліп, қолдап кетіңіз.